Саламатсыздар ма? Қалайсыздар достар? Қалай жағдай, денсаулықтарыңыз қалай? Мен сіздерге бір жақсы сабақ үйреткім келіп отыр. Жалпы сауданы қалай жасаймыз деген сияқты, Smart Money Indicators қалай қолданамыз деген сияқты. Сол жайлы сіздерге бір үйреткім келіп отыр. Бүгін негізі демалыс қой, жалпы. Соны кішігірім көрсетіп жіберейін дегем. Так, біз мына TradingView сайтына кіреміз. Алтын болсын, валюта пара болсын, өздеріңіз қалаған котировкаға кірсеңіздер болады. Евровизде бар мысалы. Так. Біз мына Евровизден ашқан кезде, міне қараңыздар, мына қызыл зона бар, көк зона бар, тоже қызыл зона деген сияқты. Қазір мен сіздерге сол жайлы бір түсіндіріп кетейін. Жалпы бұны қалай қосуға болады деген сұрақ туындап отқан шығар. Біз мына индикатор дегенге кіреміз. И потом барып, біз мына екі индикатор көшіріп жазуымыз керекпіз. Қазір көрсетем. Smart Money индикаторы тұр, мысалы Lux Algo деген сияқты. Қарадыңыздар. Осыны тауып индикатор деген ішінен осы жерді жазсақ шығады. Мысалы ол біріншісі болып шығады да. Екіншісі тоже солай шығады. Екіншісі тоже Eikut концерт Lux Algo деп тұр. Тоже соны қосамыз. Бәрі көрсетіп тұр. Тоже шығады. Настройка дегенде сразу қоссаңыздар, мысалы шығады, қараңыздар. Мысалы, так. Поискке жазасыздар, индикаторға кіріп Smart Money. Көрдіңіз ба? Мынау ғой, мына біріншісінде шығып қосылады, соны қосасыздар. Екіншісі Eikut. Так. Вот мына екіншісі көрдіңіздер ма? Lux Algo деп тұр ғой. Контекст Lux Algo. Вот соны қосып аламыз. Бәрін общий. В общем, осылай болып шығады. Осындай графикада шығады. Онымен біз қалай жұмыс жасаймыз деген сұрақ туындап отқан шығар. Так, көбісі білет, көбісі білмейді деген сияқты ғой. В общем, өзіміздің бір қарапайым алтынымызды алайық. Так. Мысалы, егер көтеріледі, баға жағып жоғары қарай кетеді, астыға түсті де, и потом мынандай көк зона шығуы мүмкін шығады. Мына жерге келгенде ол шығады да. Біз негізі мына көк зонаны бұза алмаған деген, мынау order блок деп аталады, breaker блок дейді ғой жалпы. Бұны бұза алмады да, и жоғары қарай кетті. Мына жерден мысалы сделка ашуға болады, примерно осы жерден. Осы жерге мысалы, егер де көк зона шықса, и жоғары қарай көтерілсе, мына бұза алмай. Біз мына жерге так 27.44 деп тұр ғой, сол жерге стоп-лоссты қойып, примерно расчет алып, 27.46 деген жерге стоп-лосс қойып қою керек та. Сонда өте жақсы жоғары келеді та, прибыл болады. 5 минуттық тариф рейм. Қазір көрсетем. Біраз бар негізі түсіндіретін. Мысалы, мынауда мына көк зона шығады. Мысалы, астыға түсті, соны біз қарап отырамыз, егер шықса, егер сәл жоғары кететін болса, біз мына жерге стоп-лосс қойып, жоғарыға не істеуге керек? Take profit қою керек та. Осы жерге take profit қойсақ, уже барады. Но негізі көк зона order блок деп аталады. Негізі бұл зонаны егер бұза алмай жоғары кететін болса, астыға түседі да, көк зонаның ішінен егер жоғары қарай кетіп, бұлай бұза алмай жоғары сәл көтерілсе, уже бұл жоғары кетеді, примерно осы жерге дейін барады ғой негізі. Көбінесе. FVG деген болады, мысалы, қарасаңызда FVG бұл имбаланс несі. Бұны да бұзатын болса, ол да сәл жоғары көтеріледі, мына жерге барады. Так. Чөш деп аталады. Бұл структура құрады. Мысалы, төмен түседі, жоғары кетеді, жоғары қарай кетеді деген сияқты. Чөштің
жасыл шығатын болса, бұл структура құрады да. Мысалы, астыға түсіп, жоғары кетіп, астыға түсіп, жоғары, бұл да жоғары барады, негізі, бірақ астыға түседі да, қайтып жоғары кетеді де, жоғары қарай кетеді. Так, тоже мына астыға қарай түсті. Структура ғой бұл. Структура деп құралады бұл. Чөж. Үлкен чөж шықты, сызықпен тоже жоғары қарай кетті да, и төмен түсіп, жоғары қарай кетті. Бұл чөж деп аталады. Так. Евро USD-ні көрейік. Бұл немен, индикатормен негізі анализ жасап, қалаған өзіңіздің немен жұмыс жасай беруге болады. Это котировкалармен тоже. Міне шықты. Примерно көрсетіп отырмын да. Так, мысалы қызыл зона шықты. Егер қызыл зона бұзалмай, егер астыға кететін болса, мына жерге қызыл зона шығып, егер астыға кететін болса, үстіге бұзалмай, мына жерден астыға ашуға болады. Астыға ашса, бұл кетеді. Мысалы, көк тұрады, мынаған барады да, бұзалмай, астыға қайтып кетеді. Кейбір кезде бұзады, былай қарай кететін болса, и сәл жоғары мына бұзуға қайтып барады да. Бұл көк зона негізі, это ордерблок, оны бұзды, мысалы, үстіге бара алмай бұзды, и астыға қарай кетті. Өйткені мына зонаны егер бұза алмаса, астыға қарай кететін болса, ол жерден зек астыға шығуға болады. Мына ордерблок шықты, ордерблок, сонымен астыға түсіп, уже мына жерден қызыл зона шықса, мына жерден төмен ашуға болады, кетеді ол. Өйткені мына бұза алмау керек қой, астыға ашатын болсаңыздар, жаңағы қарап тұру керек, егер бұза алмай астыға қарай кететін болса, осылай, қызыл зонаны ше, примерно ол жерден ашасыздар ғой. Примерно бір 1.08 150 пункт ол жерге дейін ұстау керек қой. Мына жерден ассаңыздар, ол жерге take profit қойып, болмаса мына жерге take profit қойып, мына жерге stop loss қойып қойсаңыздар болады. Take profit, stop loss тоже ұмытпау керек та. Риск менеджмент 0.01 сонымен ашу керек та, жаймен көп не істемеу керек. Обязательно stop loss, take profit ұмытпау керек. Сәл кішкене жоғары алу керек та, stop loss-ты ше. Қатты керек жоқ, мына жерге дейін. Мына жерге дейін алуға болады stop loss-ты, өйткені сақтықта қорлық жоқ деген сияқты ғой. Так, мына FVG-ні ше бұзды, коррекцияны. Енді мына барады, по-моему. Мына ордер блокты бұзуға барады. USD Канада котировкасы бұл. Өйткені мынаны егер бүйт бұзатын болса, мына қызылдан, и мына жерге дейін барады. Мына ордер блокты бұзады. Мына жерге дейін барады ол. Оны қалай ашамыз дейтін болсаңыздар, мысалы, мына жерге stop loss қойып қоямыз да, мына жерге примерно ол жерге take profit қоямыз. 1.388.25 пункт мына жерге дейін. Ол жерге қойып қоямыз. Take profit, stop loss-ты сәл кішкене мына жерге қоямыз. Ол жерге 1.389.48. Сәл жоғары. Қатты жоғары керек жоқ, сәл мына жерге қойып қойсаңыздар болды. Мына ордер блокты бұзу керек негізі. Төмен қарай. Мына көк зонаны бұзса, мына бір FVG бұзды ғой, енді мынаяқтан шықса бүйтіп, мына жерге дейін бару мүмкін. Алтын тоже кездеседі, көп кездеседі негізі. Негізі бұл индикатор 5 және 15 минутта жұмыс жасайды. Жалпы 5 минуттан қарап қалмай, жаңа 1 сағаттық бәрін қарап шығу керек та, қалай болып отыр рынок, чё почем деген сияқты. Міне қараңыздар, мынау 15 минуттық, мына ордер блокты бұзды, брекер блокты бұзды да, жоғары қарай кетті. По-моему, бұл жоғары қарай барады да, бүйтіп, мынаны бұзу мүмкін. Біз сәл мына жерден стоп лосс қойып, мына take profit қойып қойсақ болады. 27.56 деген сияқты. Тоже. 15 минуттың 5 минуттың бәрін қараймыз бұл жерде. Сол 5 минуттың 15 минуттың аралығы және жарты сағаттық. Тоже жақсы жұмыс жасайды.
көрдіңіз ба мына жерге барады бұл өйткені мынаны бұзу керек та ананың системасы соны орындау керек